Бүгін біз өте дәмді, өте пайдалы бауыр пирогын дайындаймыз. Бүгін мен 2 пирог дайындайын деп шештім. Ең бірінші бауырымызды жақсылап жуып, 2-3 қайтара жуып аламыз, турап аламыз. Оны блендерге салып, жақсылап езіп айналдырамыз. Тағы да екінші блендермен майдалап езіп айналдырып алдым. Біздің тестіміз осылай әдемі болып шығу керек. Үстіне жұмыртқамызды салып, сүтімізді құйып, тағы да блендермен араластырамыз. Үстіне тұзымыз бен бұрышымызды себеміз. Үстіне елек пен ұнымызды себеміз. Біздің тестамыз орташа болу керек. Ұнымызды жай отта қыздырып, майымызды жағып, тестімізді құямыз. Тестімізді біртіндеп осылай жаймен пісіріп аламыз. Енді біздің бауыр пирогымыздың арасына жуа керек, теркіден өткізілген сабыз керек, чеснок керек. Майонез бен чеснокты араластырамыз. Пирогымыздың арасына жаға отырып, әрқайсысын жинақтап аламыз. Тестіміздің үстіне майонез жағамыз, сәбізімізді саламыз. Сөйтіп, әрқайсысын жинақтап, осындай 2 пирогымызды дайындаймыз. Бетіне теркіленген жұмыртқамызды сеуіп, зеліммен әрлейміз. Менің парақшам пайдалы, тіркеліп алсаңыздар болады. Рахмет.